Қонақтар. Әңгіменің авторы Төлен Әбдік. Курорттан қайтып бара жатқан сапарларында жолай үйге соқпақ болған балаларын күтіп Ерғабыл шал түн ортасы ауғанда жатса да ертеңіне күн шықпай оянды. Алагеуімде үндемей жүріп киініп алды. Мәсесінде шұлғауында ешкімнен сұраған жоқ. Кенет әжептәуір қатқыл дауыспен: «Әй, шақшам қайда?» деді ұйқылы ояу жатқан кемпіріне. Кемпірі естіді ме, естімеді ме мізбақпады. Ерғабыл оның үстіне сәл төне түсіп: «Кемпір, шақша көрмедің бе?» деді жұмсарып. «Байғұс қайдалайды да жүреді екенсің, қойған жеріңді ұмытып қаласың ба? Мә!» Ерекең ләм-лем демей алдымен бір атым насыбайды ерніне тастап шақшасын қалтасына салды. Кемпірі басын ұстап қайтадан төсегіне жантайды. «Басым сынып өлейін деп жатырмын, мазалай бермеші. Өлсең Бағила кемпірді алып келемін», деді шал бағанағыдай емес көңілденіп. «Иә, жетсерсің. Бала бір жақта, біз бір жақта. Мына қу моладан сүйегімізді табар бір күні. Осы Қаратүбектің басында жұмақ тұрғанда екелі қия баспайсың. Бүгін келсін балалар, көрерсің. Еріп кетемін. Қал жалғыз өзің омалып. Кеше ноқтаның сағағын байламапсың ғой», кер қолына ағытылып кетті. Бұған бірден айтсаң, бұл бірден айтады. Не қыл дейсің маған, бала? Тартып жіберсін шетін, көтерсейші басыңды, мықтап ұста. Ешқайда кетпес, оралар. Туып өскен жері елі. Ұста деймін, қаттырақ ұста. Қарайған малды тастап қайда барасың? Сен шал алжисың. Осы ғой міне алжыған деген осы шығар. Екі бие сенің басыңа көктас қояма, осыны алмаған құдайдың тамағы тоқ. Ерекең ыңырана әндетіп таяғына сүйенді. «Ойпыр-ау, белім шойырылып қалғаны нес, осымен таң намазын оқыдым ба?» «Намазды оқитын болсаң оқы да, оқымайтын болсаң қой. Не ол бір күн тастап бір күн оқып? Құдайдың өзі кешірер, мен бір әдейі істейді деймісің соны? Жүрегім басында жел тұрғанын қарашы. Қой, сен кемпір мылшыңдай бересің. Намазымды оқып биеге кетейін». Ерекең сыртқа шықты. Күншығыс әппақ, ауа сәл-пәл дымқыл екен. Қолын көлегейлеп маңайына қарады. Көкжиек шыңылтыр ашық болатын, бірақ шалға тұманытып көрінді. «Кеше кер қолынды бостау қосақтап едім, оралып қалмадым екен», деп ойлады ол. «Анау қара бидайықтың табанында жүрген солар шығар. Тұсауымен сонша жерге кетеді. Бұл иттерді байлап қоямын ба, не істеймін?» Бір қолымен белін ұстап шықпасқан көк шөптерді таяғымен анда-санда қағып қойып шабылған бидайықтың жиегімен келе жатты. Лезде белі ұйып шаршап қалды. Таяғына сүйеніп аз тұрды да буындары сытырлап сүрлеу жиегіндегі төмпешікке келіп отырды. Кәрлік, жарықтық-ай. Орамалын алып терін сүртті. Күн жылынған шығар деп жұма барқыт бешпентін шешіп қолына алды. Уқаланған өңірін жазып жатып: «Ертең сүйегіме шапан жетпей қалса», деді ішінен. «Бектемірден қалған жалғыз Ерғабылдың басында түк болмады деген атаққа қалармын. Әлде қалай шалдың көз алдына өлгеннен кейін мұны жұрттың қалай шығарып салатыны елестеді. Елестегенде Құданың құдіретімен өткендегі айтыс сүйегін шығарғандағыдан бір айнымайды. Бір жұртқа үлестіретін киімі одан көп екен. Сары өзек тегіс келген секілді. Бата кейін атпен жарысып, мүше алып қашқандар да жұрттың бәрі. Қайран дүние, кімге опа берген? Бұл кісілерде кетті-ау дүниеден. Мұндай кісілер енді тумайды деп аза тұтып, енді біреулер: «Шіркін, бала деген осы ғой. Сапабек әкесін қандай ғып жөнелтті, ойпырмай. Мұндай ұлы дүбірмен біздің елде әлі ешбір шал аттанбаған шығар» десін таң қалысып бара жатқанға ұқсайды. Шал күлімсіреп таяғын ұстады. Айдалада өлген кәрі қасқырға ұқсамай, ел жұрттың алдында абыроймен өту, осыдан артықтың енді керегі жоқ. Орнынан тұра беріп: «Сапабек жандар кеше келмегені несі?» деді күшене сөйлеп. «Телеграмда кеше еді ғой». Әлсін дамылдаумен қара бидайықтың табанына келді. Бағанағы ой бекер екен. Жылқылар өріде Шайтанкөңнің маңында жүр. Ерекең зираттардың тұсына келгенде ішінен бірдеңелерді күбірлеп, көп созбай қолымен бетін салды. Көп төмпешіктердің ішінде жақында өлген байдың қабірін көрді. Қызыл күрең жас топырақ қыл күйі құрғамапты. Шымыркеніп тезірек жүрді. Салқын тер өне бойын шымырлатып жылқыға жеткенше дем алған жоқ. «Ғаріп пенде, әруағы риза болсын.
Жасаған қай кезде дәм тұзды тауысамын десе өзі біледі. Өзі менен бірер жас кіші болу керек. Жылым ұлу дегендей болып еді. Ерекең қайтып жаяу жетпесін білді де кер қолында ағытып биені тұсауымен ноқталап алды. Арықтың ішіне енгізіп жиектен асылып мінді. Әрең дегенде отырды. 75, деді дауыстап, көзге тап сондай біреумен сөйлесіп тұрғандай. Сен болар мекенсің мен алып кететін. Жоқ, 85 бекен. Түсімде айырып ести алмағанымды қарашы. Фу, әй, жетер түнімен оттағаның. Ерекең енді байқады, күн шығыпты, бірен саран қарайған малдар болмаса төңіректе қыбыр еткен пенде жоқ, әлі ұйқыдан оянбаған секілді. Кер бие дымқыл көк шөпті анда-санда бір шалып күрт-күрт шайнап, біресе пысқырып, біресе дұрыс қой дегендей басын шұлғып қояды. Кер қолын шапқылап озып кетті де ойнақтап қайта оралып, қайта шапты. Баламысың деген, біз де осылай ойнақтадық-ау. Шалдың есіне өткен өмірінен бір қызық оқиға түскен болу керек, болмашы жымиып қойды. Көбіне еске түсіретіні жігітшілік дәурені болатын. Кер бие үйреншікті желінің басына тоқтады. Немене, ұзап кетіп пе? Деді кемпірі құлынды байлап жатып. Қажыған шығарсың, шай қояйын ба? Мызғып аласың ба? Шөлдедік, шайыңды қой. Ерекең есік алдындағы бөгетке шықты, әлде бір мұңды әнді ыңылдай айтып, таяғына сүйеніп біраз тұрды. Өзен жиегіндегі қыстауын көріп, бағанағы кемпірінің сөзін есіне алды. Осы қара төбек басында жұмақ тұрғанда екелі қия баспайсың, балаларға еріп өзім кетем. Әй кемпір, деді ішінен, бағанағы жерде айтатын сөзі ойына жаңа түсіп. Мен саған дейін 3 қатыннан айырылғанмын. Азды көпті ғұмырымның ішінде талай бақтан айырылып, талай баққа қолым жетті. Дүние бірде алдым берсе, бірде артым береді, бірақ әкем көрген, әкемнің әкесі көрген қара орнымнан айырылып көрген күнім жоқ. Не тантырап отырсың? Ерекең желі басында әлі күйбеңдеп жүрген кемпіріне зекіп жібергісі кеп уыттанып шақшия қарады. Кенет оның түк жазығы жоқ екені есіне түсіп сабырмен ойға шомды. Ертеректе осыдан 60 жылдай бұрын сонау қыстау маңы тізілген үйлер болатын. Бектемір әулеті тегіс осы араны қыстайтын. Өмір бақи жан жаққа пышырап көрген емес, ағайыншыл еді ғой бәрі де. Көктемде ел қыстаудан көп ұзамай өзен жиегіне қаз қатар киіз үй тігеді. Жиен қазыбайлар да малы жоғын сылтауратып осында келетін. Ерекеңнің бала кезі ауыл жігіттеріне қосылып жылқы бағады. Тентек-ау, сенде адам болып жылқы бағатын болдың-ау деп күлетін Қаншайым жеңгесі. Қаншайымның басында шашақталған ақ жаулық болады. Ажарлы еді бәтшағар. Әлі есінде, бірде кешкілік қыз келіншектердің көзінше Алтыбақан сыртынан келіп ат үстінен жеңеше әніне бір салған еді-ау. Айдап салдым жылқымды тепсең жерге, жеңеше-ау, сендей адам табылмас, ексем жерге, жеңеше-ау. Таяғына қаттырақ сүйенген Ерекеңнің жақ еттері жыбырлап, көздері қызарып жасаурап кетті. Тым әріде, көз нұры көңіл құрығы жетпейтін тым әріде қалған бейшара бір сағыныш жүрегінің түбін әлсіз түртіп, онсыз да қаусағалы тұрған әдіре қалғыр ит жанын күйзелткендей болды. Одан бері талай аласапыран жыл өтті. Олар сыр бойына көшіп кеткен, содан оралған жоқ. Қайран Қаншайым, тірі ме екен бұл күнде? Фәни жалған. Ол тірі болып, жүздесе қалсақ өшкеніміз жанып, өлгеніміз тірілгендей болмас па едік. Ерекеңнің алқымына ыстық жас тірелді. Бізден кеткен бір қора Бектемір әулетінің не күйде екенін білмес пе еді өзі. Ойбай-ау, тіріме деймін, менің өзім 75-ке келдім, ол менен көп үлкен еді-ау. Ол күндердің куәсі боларлық бір пендені тірі күйінде кездестірем бе деген үмітінің шындыққа үйлеспейтінін сезген шал өзін өзі сөгіп, қай-қайдағы ойдың қайдан келетініне кейіп, шошынып, алжыппын деп мойындап бөгеттен түсті. Ерекең шай үстінде көп сөйлемейтін, сол әдетімен үнсіз тұқиып, қолдарының білеуленген тамырларын ұстап, ақ селеу сақалын сипап ойланып отыр. Бас жағында сүйеулі тұрған ескі домбыраға шұқшиып қарады. Қолына алған жоқ. Бір ғой, деді тершіген ақшыл білегімен кесесін ұстап. Шөл қанатын емес, ішімге өп кетті. Сапашжандар неге кешік деген? Кеш емес пе келем дегені? Келетін шығар бүгін. Сен шал осы жөніңді айтшы дұрыстап. Осы келгенде Жеңістайды алып қаламын деп тұрсың ба? Жоқ, әлде еріп өзіміз кетеміз бе? Бос сөз сөйлеме.
Несі бұл сөз? Менің өлейін деп отырғаным мынау, шай қайнатып беруге де шамам келетін емес. Баяғыда қосыларда кәрісініп ең жарамауға айналдың ба? Жоғал шәр. Ят жоқ, аят жоқ, қартайғанда не болса соны. Құдай біледі, осыны жұрттың көзінше де айтасың ғой. Ерекең кеңкілдей күліп орамалымен көзін сүртті. Қайдан білейін, қит етсе шамам жоқ деп шыға келеді. Әлде? Ерекең сөзін аяқтамай тізесін ұстап, екі тізем қақсайтынды шығарыпты кемпір, деді неге қақсайтынына түсінбегендей, ақжемденіп кеткен боз көздерімен ажырая қарап. Кемпір жауап қатпай самауырды алып шығып кетті. Ерекең шал қасына жатып, ашық түндіктен аспанға қарады. Ақ шарбы бұлттар көшпей бір орнында тұр екен. Қара арғымақ арыса қарға адым жер мұң болар деп мақалдап көзін жұмды. Ерекең ұйықтамаса да көзін жұмып отыруды ұнататын. Уақыт шіркін сұмырап өтті де шықты. Тәңірінің құдіреті күшті-ау. Енді міне тірліктегі ырыздық несібенің таусылуы да тағады. Әйтеуір артымызда бір жаман бар. Тұяқсыз пенде емеспіз. Жылда қолдарына шақырады. Ерекеңнің ойына кемпірінің сөзі түсті. Ой, ақмақ кемпір, өлер шақта тұрмыс қуып тентіреп жүре алмаспын. Ағайын жұрт өз еліңде елді табамын деп отырсың ба басқа жақтан? Айдаладағы бір қаладан. Ерекең көзін ашып қалып еді, шаңырақта тұрған ақ шарбы бұлтты тағы көрді. Бұл дүниенің бұлай тез өтерін кім білген? Заманымызда бізде шалқыдық, сайрандап бақтық, бірақ ештеңе бітірмеппіз. Шіркін, баяғының кісілер-ай, осы күнгінің адамы ұсақтап кетті ғой. Әйнекбайлар тізерлеп отырғанда түрегеп тұрған адаммен бірдей еді. Пай жарықтықтар-ай, біз күзектеміз сонда. Атты қазақтар үстімізден өтіп адамдарды атып ауылды тонап шылқалып кетіп жатты. Сонда Әйнекбай екеуміз ауыл адамдарын жиып қол бастап ұйықтап жатқан орыстарды байлап тастап едік. Ерекең уақыт бойынша қуалап өзінің ғұмырындағы бірлі жарымды ерлік істерін көз алдынан өткізіп жатты. Еске түсіргенмен не пайда? Біздің қолдан келері тек осы жерде дәм тұз бітсе, ата-баба қабірі тұсынан бір уыс топырақ бұйырса, қалғанын бір Құдайға тапсырып ризашылық білдіру. Сөйтіп жатып, Ерекеңнің көзі ілініп кетті. Машинаның гүрілінен оянды. Шаңқай түс, іргеге созылған сол қолына күн сәулесі түсіп қыздырып тұр. Ойбай, бала келіп қалды деп кемпір үйге жүгіріп кірді. Әй, біліп ем ғой бүгін келерін. Заматта гүріл үй сыртына келді. Бір-екі рет үстемелете арылдап өшіп қалды. Машинадан улап-шулап түсіп жатыр. Бала дауысы, әйел дауысы. Ерекең қапелімде тұра алмай қалды. Тырбыңдап қолымен жер тіреп жатқанда, «Ассалаумағалейкум» деген бірнеше дауыс қатарына шықты. Ауыл жігіттерінің бірі болу керек. Ойбай, шалды қара, тұра алмай жатыр, деп шиқылдап күліп жіберді. Қуаныш қой, қуаныш, қуанған мен қорыққан бірдей дейді ғой. Қуаныш құтты болсын. Ерекең жаңа қаз тұрған балаша тәлтіректей көтеріліп, атжақты қапсағай сары жігітті құшағына қысты. Одан соң омырау жеңдері ашық шұбар көйлек киген, шашын қидырған топ-толық ақсары ажарлы келіншекті шіміркенің кіреп маңдайынан сүйген болды. Әлгі жаман қайда? Әкеліп бедіңдер? Әкелдік қой, әй, жеңіс қайда? Жеңіс жаюлы сөреден құрталып үлгірген аяқ қолы шидей, көзі қитар, алқылар шамасындағы ұл бала табалдырықты кесіп тұра қалды. Бар, атаңа бар. Шал өзіне зорға келген немересін бауырына басып бетінен сүйді. Ой, тентек, атаны сағынбайсың-ау, деп жаулықтай үлкен ақ орамалының шетімен көзін сүртті. Келе ғой, әй, деді есік жақтан көрші кемпірлердің бірі қолын созып. Шалдың баласысың ғой, кел. Қитар ұл енді ешкімге бармады. Тіпті шақырған Ерекеңнің өзіне де жолаған жоқ. Келсеңші, ей, жаман неме, өзі қазақша білетін беді, Сапабек жан, деп әлгі кемпір қапсағай сары жігітке қарады. Сапабек алдына келген баланың қысқа кекіліне қолын тигізіп, ептеп түсінеді, деді. Қой, қазақша үйретіңдер. Алдымен ана отырған шешесі қазақша білмейді, қайта бұған кінә жоқ, деп Сапабек қазақша білмейтініне риза болғандай күлімсіреп ақ сары келіншегіне қарады. Тома, мынаның бет-аузы кір, жуындыршы, деді орысшалап.
Көп замая ол қонақтары да жиналып қалды. Ерекең сыртқа шығып, қой ешкілерін жинап, бір семіз тоқтысын ұстап, бауыздап, қолыңның қаруы бар ғой деп тепкісін теріс киген бір жігітке терісін реттеттіріп, мүше-мүшеге бөлдіріп, қалғандарын қатындарға тапсырып, үйге кіргенде бағанағыдай емес, әңгіме қыза түсіпті. Көрші ауылдан шалдар келген, сөйлеп отырған Сапабек. Жалпы геология халық тіршілігінің ең басты қажеттілігіне айналды, деді ол. Мұны тыңдап алыңдар, бұл өте қажет жері деп балаларды өзіне қаратқан мұғалімдей жастар жағын көзімен шолып. Мына отырған жердің асты тұнған байлық. Біздің Қазақстанда өте сирек кездесетін элементтер бар. Асыл тастар қаншама: меруерт, маржан, інжу, жақұт, гауһар, не керек бәрі бар. Гранитке байланысты пайда болатын мөлдір қызыл көк түсті слюда, ашық қызыл микроклейн, мөлдір көк флюорит, қою жасыл турмалин, қан қызыл граниттердің өзі неге тұрады? Бұл жөнінен бар ғой, бұл жөнінен біздің Қазақстан бүкіл дүние жүзіне әйгілі. Шырағым-ау, деді қатар отырған қоңқақ мұрынды Абыл қарт. Сол тасыңнан өзі пайда бар ма? Маған біреуін әкеп берсеңші. Тілі ащы шалдың қиқар сөзіне бұрын күліп үйреніп қалғандар қарқылдап күлісіп алды. Оның пайдасы деген пайда шаш етектен, ақсақал. Мәселен, сонау Украина гранитті бізден алады. Оны өңдеу тәсілін шығарғанда біздің ғалым. Жалпы мұның маңызы деген маңыз тіптен керемет. Қайдам, деді Ерекең. Осының маңызына онша түсінгісі келмей. Осы бір тастардың соңында кеттің ғой өзіңмен өзің болып. Тым болмаса жылына үйге бір аптада түнеп кетпейсіңдер. Сапабек әлденеге қынжыла күлді. Екінші ферманың санитары жуан қара Ерментай шалдың надандығын бетіне басты. Шалдар бар ғой, әйтеуір кері тартасыңдар да отырасыңдар. Ал сенің қасыңда қалды, бала бақты, сені бақты, ал сонда не бітірмек? Осынша оқып мына колхоздың жұмысын істемек пе? Мейлі, бағы алда, ғылым қуды. Абай айтқан емес пе, жасымда ғылым бар деп ескермедім деп. Сол айтқандай, осы сендер мен біз құр қалған қалпымызда қала берейік. Балаларға тыйым салуға болмайды. Солай емес пе, бәке? Әрине, десті біреулер. Содан соң Сапабек дүйім жұртты аузына қаратып, өзінің Лондонға, Будапештке, Мароккоға, Италияға барған сапарларын әңгімеледі. Бөтен, жат халықтардың дәстүрін, мәдениетін, адамдарын мақтады. Италиядағы кедейлердің ауыр тұрмысына аяныш білдірді. Шалдарға бұл әңгімені түсіну тым қиын еді, сондықтан олар жастарға араласпай өздеріне түсінікті басқа әңгімеге ауысты. Босағада отырған Тома мүлде жалғыз қалды. Қала қыздарына тән епсіздікпен кішкентай қиықша көрпенің үстіне қалай отырарын білмей біресе қолымен жер тіреп, бір жамбастап жұрттың сөздеріне толық түсіне қоймай, әркімге бір қарап үнсіз отырды. Кенет енесінің самауыр көтеріп келе жатқанын көріп жүгіріп барып, «Әже, бер, дайте мне, дайте», деді елпектеп. Бұрқырап самауыр келді. Қызыл жолақ дастархан жайылып, майы шылқыған күрең бауырсақтар төгілді. Шайды Тома құйды. Кемпір онша сеніңкіремей қарсы отырып қосарланып сүт құйып, былай, солай, сүт құй, ақ су, шай деп бір-біріне байланыспайтын бір сөздерді айтып отыр. Сөйтсе, жақсырақ түсінеді деп ойлайтын секілді. Сапабек жастыққа шынтақтай жатып, геологияның болашағы деген болашақ керемет қой. Әрине, ешбір қоғам мұнсыз күн көре алмас еді, дегенде әзілқой шалдардың бірі Ерекеңе, «Өлетін кезің болды, кезек сенікі, енді неге өлмейсің?» деп қолқалап отырған кез еді. «Я, Қазыбай тұқымында 75-ке келген ешкім жоқ. Мына Бектеміз 70-ке жаңа жетті. Кезек өзіңдікі, киімдеріңді қимай отырсың ба? Бөркіңді есіңде болсын, өзім аламын», деді шоқша сақалды қарашал қулана күліп. Ерекең көзі жұмулы, риза болғанда деп жымиып қояды. «Ерек-ау, ішігің менікі онда», дейді Абыл қарт. Былтырғы бір оюланған мәсің қайда? Әй шал, бешпентіңді маған берерсің. Таяғыңды мен алам. Ерекең көзін адырайтып ашып алды. «Шатпа», деді көздері қызарып. «Ой, жаман Қазыбайдың тұқымы. Шатпай отыр. Таяқты ешкімге де бермеймін. Баламдікі». Шалдар Насыбайдан сарғайып кеткен сойдақ тістерін көрсетіп, әрқайсысы әрқалай қарқылдап, кеңкілдеп, қайсыбірі жөтел қысқандай булығып күлді. Даладан жүгіріп келген қитар ұл Томаның жанына тізерлеп отыра қалды. «Мама, ребята идут к озеру. Ты с ума сошел?» деді Тома әрі сөйлетпей. Дауысы шаңқ ете қалғандай болды. Өйткені осы кезде шалдар оқыс
жалт қараған еді. Тома ұялғандай болып баласының құлағына зәрін төгіп сыбырлады. Біздің мынауда геолог боламын деп жүр, деді Сапабек иегімен ұлын көрсетіп. Әке жолын қуалайын деген ғой. Бос сөз сөйлемеңдер. Ерекең жастар жағына зекіп қалды. Әке жолын қуса, мына менің жолымды қусын. Ие болсын мына қу шаңыраққа. Жұрттың бәрі тым-тырыс. Жастардың бәрі сол, Ереке, деді Абыл күрсініп. Менің әлгі кішкентайым Құдай-ау немене дейді, бірдеңе боламын дейді. Мені бақпайсың ба десем, бақпаймын дейді. Сол. Ерекең күлген жоқ. Сонда бұлар кім үшін туған, деді кейіп. Кімге керек сонда бұлар? Сапабек осы сөздердің тура өзіне айтылып отырғанын мойындағандай маңайындағыларға көзін қысып жымиып қойды. Жұрттың бәрі шай ішіп болып, Ерекең бәле-жаланың бәрін жатқа жіберіп, бақ пен ырыс несібені отбасы ошаққасына қалдырып, шаңырақтың амандығын тілеп бата қайырды. Шалдар да, жастар да, тіпті Тома да қолдарымен бетін сипады. Біраздан соң қонақтардың бәрі тарқап, үй іші өздерімен өздері қалды. Өз төсегінде малдасын құрып отырған Ерекең, тағы бір қонып кетесіңдер ме, жоқ боласыңдар ма біраз, деді баласына тура қарап. Ертең жүруіміз керек, отпускымыз бітті көке-ау, онсыз да кешігетін болдық. Курорттан қайтарда сіздерге соға алмай кетеміз бе деп әбден састым өзім. Жол бойында ұшаққа отырудың өзі Құдайдың бір азабы, халық көп. Баланы ше, жеңісті тастап кетпейсіңдер ме? Екеуден екеу қашанғы отырамыз сой дейіп. Оны өздерің білесіңдер, мазаларыңды алады демесеңдер. Ерекең үндеген жоқ, төсегін салдырып жатып қалды, бірақ ұйықтамады. Мазасы кетіп, жүрегі қатты соғып, әлде бір қолайсыз жағдайға тап болғалы тұрғандай өрекпей берді. Біресе кемпірінің баяу қорлына, біресе шымылдықтың ар жағында сыбырласып жатқан баласы мен келінінің орысша сөздеріне құлақ түріп үнсіз жатыр. Ештеңе де түсінген жоқ, бірақ келінінің ашынған батыл үніне қарап, онша жағымды бірдеңе айтып жатпағанын сезген еді. Сезіп қана қойған жоқ, анық білді. Ертеңіне тұрысымен Сапабек қайтуға жиналды. Әке шешесіне алған базарлықтарын, біраз жинаған ақшаларын қалдырды. Осының бәрі Томаның жинап жүргені. Сіздерге деп осы шыбын-шіркей болып жүреді. Мен болсам қалтама түскен затты сол күні құртам ғой деп қойды. Осыдан барысымен посылка салатынын айтты. Одан соң, ал енді мына балаларың, деді жеңісті көрсетіп. Бір түйір қазақша білмейді. Чемоданның аузын жаба алмаған болып біраз қиналды. Таттанып қалған ба немене? Ал енді оқу уже басталып қалды. Бұл арада орыс мектебі жоқ. Мұны қалай оқытамыз деп отырсыңдар? Биыл 7-ге келді. Ерекең төмен қарап, үн-түнсіз ұзақ отырды. Алып кет өзіңмен бірге, деді бір кезде дауысы қарлығып. Оқыт, өзіңдей қаңғыбас етіп шығар. Сапабек тағы да қынжыла күлді. Ой көкай, мені бір баласырап барады деп ойлайсың ба? Орыс мектебінің жоқ екенін айтып отырмын ғой, әйтпесе. Бар, алып кет, деді Ерекең. Жолдарың болсын. Түстен кейін жалдап алған машиналарының кабинасына Жеңіс пен Томаны отырғызып, сыртқа Сапабектің өзі отырып, әке-шешелермен тура өткен жылғыдай сүйісіп қоштасып, ренжімеңдер деп ақыл айтып ауылдан шығып кетті. Машина қарасы үзілген кезде ғана кемпір үн-түнсіз жаулығының шетімен көзінің жасын сүртті. Көзің ағарсын сенің, деді шал ақырып. Жылама. Келесі күні Ерекең кетпенін алып, қысқа отын жоқ бар кезінде қи ойып алайын деп қыстау жанындағы қораға кетті. Уайымын басу үшін тағы да жігіттік дәуренін, бұрынғының адамдарын еске түсірмек болды. Қаншайымды, баяғы сырға көшкен ағайын жұртты ойлады, бірақ құлазыған көңіліне ештеңе алданыш болмады. Тек төбесі шұрық-шұрық ескі қораның ішіне еніп, қоңырсы исі мүңкіген қара қошқыл, дымқыл қиға өткір жалпақ кетпенің құлаштай сермеп, жұмысқа кірісіп кеткенде ғана кәрі сіңірлері жазылып, құрыстары тарқап, көңіліндегі ащы уайымы да бірте-бірте жоғала бастағандай болды. Әңгіменің соңы оқыған Роза Сұлтаналиева.